Кайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін үйдегі бар заттармен жасалатын өте жұмсақ үлпілдек болып шығатын булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіздер. Алдымен жұмыртқамызды, 2 жұмыртқаның біреуін аламыз және 1 жұмыртқаның ағын аламыз. Сарысын алып қоямыз, бетіне жағуға керек болады. Шекерімізді саламыз, жақсылап былғап аламыз, араластырамыз. Одан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз және тұзымызды саламыз. Жылы сүтімізді құямыз, дрожжимізді саламыз, жақсылап араластырамыз. Описание бөліміне барлық құрамды жазып кететін боламын. Ұнымызды бөліп саламыз. Мен 3-ке бөліп салдым. Жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып қолмен илеуге болады. Мен ең соңғы бөлігін салған кезде қолмен басып қамыр иледім. Бізде өте жұмсақ қамыр шығады. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, ұн себуіңізге болады. Мына жерде видео 2 рет қайталанып кеткен екен. Жақсылап басып илеп алыңыздар. Енді осы қамырымызды пищевой пленкамен жауып қойып қоямыз. Жарты сағат, 1 сағаттың ішінде көтерілетін болады. Және бетіне орамал жаптым. Жарты сағаттан кейін ашығаннан кейін тағы да бір басып алып жауып қойдым. Тағы да көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін жұмыс жасаймыз. Міне алып алдым қамырды. Шетінен кішкентай бөліктерге кесіп алдым. Және осындай қылып булочкиларды жасадым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша жасауға болады. Менде 18 штук булочкалар шықты. Енді осының бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қоямыз. Оған дейін жұмыртқаға сүтті араластырып дайындап қоямыз. Нанымыз көтерілгеннен кейін осы қоспаны нанның бетіне жағатын боламыз. Осылай жағып шықтым барлығын. 2 ас қасық сүт құйсаңыз жарайды. Және бетіне азғантай шекер септім және мак септім. Сеппесеңіз де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен үйдегі бар заттарды пайдаландым. 180 градусқа немесе 200 градусқа 1 сағатқа пешке жібердім. Міне осындай жұмсақ булочкалар пісіп шықты. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын. Назарларыңызға рахмет.